Рухани жағынан сұлу адамдар – бұлар ең алдымен бақытты адамдар. Қанағаты бар адамға бақыт бұйырған. Бақытты сырттан емес, жүрегіңнен таба біл. Бақытсыздық бұл өзіміз, ал бақыт басқалар. Даңқ ақынның бірінші бақыты емес. Рухани жағынан сұлу адамдар – бұлар ең алдымен бақытты адамдар. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Ұстаздық ету уақыт ұту емес, өзгенің бақытын аялау, өзіңнің уақытыңды аямау. Бірақ бұған өкінбеу керек. Жер үстінде адам тәрбиелеуден асқан абыройлы іс, ардақты жұмыс жоқ. Ұстаздық ұлы нәрсе. Бақыт тек қана бізді сүйетін және үнемі күтетін жерде ғана. Бақыт емдейтін дертті бірде-бір дәрі емдей алмайды. Сүю һәм сүйікті болу қандай орасан бақыт. Құстың ұшуы үшін жаралған сияқты, адам да бақытты болу үшін жаралған. Балалық шақта бақыт алдымыздан күтіп тұрғандай көрінетін, қартайғанда оның тек өтіп кеткендігін сезінумен ғана шектеледі екенбіз. Адамның ең ұлы қасиеті бақытты болуға талпынуы. Қайғыны жалғыз көтеруге болады, бірақ бақытқа екеу керек. Ең ғажап қала – ол адамның бақытты болған жері. Қолынан келетін, істеуге тиісті ісін істей алатын адамды бақытты әрі тамаша адам деуге болады. Байқасаң, бақыт бір жерде тұрмайды. Бақыт көктемгі бұлт сияқты, ол көрген түстей, ұшқан құстай өте шығады. Бақыттың шалғайынан басып, күшпен ұстап тұруға болмайды. Бар бақытты сақта, өсектен жұтатар. Ол кіріссе, жоқтан отты тұтатар.